Мен бір кезде будаманға түсіп кетуге сәл пәл қалдым. Қазір жастардың көбісі оңай жолмен ақша табам деп қателесіп жатыр. Сол баяғы букмекерден. Құрметті жастар, құрметті бауырлар, сол тапқан букмекерден тапқан ақшаңызда ешқандай берекет болмайды. Өйткені менің жағдайымнан да менің басынан сол жағдай өтті. 2014-2015 жылдары студент кезім еді. Қасымда жүрген студенттік шағымды білетін бауырларды өте жақсы біледі. Мен бір кезде будаманға түсіп кетуге сәл пәл қалдым. Оңай жолмен ақша табам деп ойладым. Бірақ барлығы өтірік. Ең қиындысы соңғы деген сөз, ол сөз ешқашан соңғы болмады. Ертең қайтарам деп көптеген адамдардан қарызға алып, қарызға баттым. Бірақ Аллаға шүкір тәубе етіп барлығын қойдым. Енді айтар кеңесім, құрметті жастар, құрметті бауырлар, қазір заман дамыды. Кез келген саламен үйде отырып ақша таба аласыз. Қарапайым мына телефонды алайық. Мысалы, мен осы телефонмен үйде отырып 500 мың, 600 мың тауып отырмын. Аллаға шүкір. Ал сіз одан да көп таба аласыз. Ең бастысы ниет. Сондықтан құрметті бауырлар, құрметті жастар, әсіресе мектеп бітірушілер, оңай жолмен ақша табам деп, сол бір ойын үшін өміріңізді ойыншық қылмаңыздар.